Атақ келтіретін де ат. Атыңды шығаратын да ат. Жамандықтан да шығады атың. Атыңды шығарма. Деп үлкендер. Бәленбайдың баласы дегізіп ататтандырып сүйек сындырма дейді. Сонда ат деген сөздің мағынасы қандай екендігін оштан түсінсек болады. Майда жал майда құйрық немесе күлте жал күлте құйрықтан шығады. Бұя құйрық бұйра жалдардан айғыр салсаң өсім тал болады. Тайында алғанда мойын ұзындау болса, кішкене салалырақ болып сонда өседі. Мойыны бір тиған қысқа жылқы көп өспей қалады. Жас жылқы бір жыл алдын, бір жыл артын өсіреді. Ат міністен, әйел жүрістен бұзылады деп бұрынғыда неге айтады. Атты талдап алады екенсіңдер, біреуге сынатып жүйрік ат алсаң да, баптап бәйгеге қосалмасаң, аттың обалына қалдың сегіз. Бәленбайсын шалып бербе, чаппады деп, лаққа салып, жемді беріп аяғына қан түсіріп, кем қып, зорлап, көз түсіріп, талаға тастасаң ол бекер. Сондықтан оны жақсы тәрбиелеп, мініп, баптап отырып, кемеліне келтіріп қосу керек. Өзің қосалмасаң, жүйрік ат апарып, ат қосатын біреуге баптатып отырып қостыру керек. Еңбегін беріп отырып. Сон бабын үйреніп ап, ат қалыпқа түскөсін артынан қосуыңа болады. Жас биенің баласының маңдай еті қалың болып, тұяғы қалың жұмыр тұяқ төңкерген шыны ұқсапты. Бұның турасы тез қызады дейміз. 5-10 километрлік майданға жүгіреді. Мен анау 5 километр, 10 километр қоссаң деп айтып отырғанда, жанды отырғам жоқ, азаматтар естеріңде болсын. Ат биеден, нар түйеден, тумайды нар ботасы әр түйеден дейді. Алып анадан ат биеден туады. Жақсы биеден айғырға қосып, ат туғызбасаңыздар болады. Жүйрік қандай биеден туады дегенде, 7 жыл жылқыға мініп, болмаса беде оғып мініп жүрген биең болса, осының бірінші рет туған құлына жүйрік болады деп айтады, жүйрік биеден. 2-де, 3-ші, 4-ші құлынан арғай бие кәртейген сайын жүйрік табады. Оның тұяғы ешкілеу кереді, жұқалтаң болады, бірақ жүйріктің тұяғы ешкі болғанмен табаны жалпақ кеп, жүрек жоқ, қуыс болады. Яки бас бармағын сияды. Ал басы етсіз болады, ол маңдай еті жұқа, көз отты болады жүйріктің. Баптап мініп, жалдың басына шығып, тері алып әрбері жүргеннен кейін қаңтарып қойып қарап тұрсаң, жүйрік аттың көзіне қарай алмайсың. Бұршақтап, жастанып кетеді ұзаққа қарағанда. Міне, алысты болжаған нағыз жүйрік. Жүйрік ат деген жылқының батыры. Адамның батырында көз үңірейіп тұрады. Бүркіт қабақ болып, қабағы шығыңқы келеді. Мынау ерлігі бар. Ерлігі мықты адам екен деп бұрынғылар сынап өткен ғой. Адамдардың